Қалайсыздар құрметті білім алушылар? Бүгін енді видео тақырыбын көргендеріңіздей радиоактивтілік тақырыбын қарастыратын боламыз. Енді оны бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. AR және Z деген нені білдіреді? Әрине бұл жақтағы біздің тұрған дейтін әрпіміз ол бізде кез келген элементті білдіреді. Мысалға көміртек ол С, бериллий ол Be, немесе фосфор деген бізде P деген сияқты, яғни оның символдарын көрсетеді. Z дейтін бізде ядро заряды. Былай айтқанда реттік нөмірі. Мысалы көміртек бізде 6-шы элемент, бериллий бізде 4-ші, ал фосфорымыз 15-ші элемент. Келесі, AR бізде салыстырмалы атомдық масса, яғни ол бізде жоғарғы жағында жазылады. Көміртектің атомдық массасы бізде 12-ге тең, бериллийіміздікі бізде 9 және фосфорымыздікі бізде 31 деген сияқты. Яғни міне біз жазған кезде бізде осылай жазылады екен. Енді біздің тапсырмамыз келесі элементтер бөлшектерінің таңбалануын көрсетіңіз. Жақсы, енді бұл жақта атом құрылысын еске түсірейік. Протон дейтініміз бізде P әрпімен белгіленеді. Оның заряды бізде 1-ге тең, яғни заряды +1 деп айтып жатамыз. Заряды астында жазылады. Массасы бұныкі 1-ге тең болады, яғни протон бізде ядрода орналасқан. Нейтрон, ол да бізде ядроның құрамында бар, яғни массасы 1-ге тең. Ал бірақ ешқандай заряды жоқ, былай айтқанда нейтральный немесе бейтарап бөлшек. Сондықтан заряды міне 0-ге тең. Заряд қайталап айтамын, астына жазылады. Электрон бізде теріс зарядты бөлшек, яғни -1 оның заряды, ал массасы 0. Себебі протон мен нейтроннан шамамен 2000 есе кішкентай, сондықтан оның біз 0 деп қарастыра береміз. Позитрон дейтіміз бізде электронның позитивті түрі, яғни заряды оныкі +1, бірақ массасы сол күйі 0 болады екен. Енді мына 4 бөлшек бізде ары қарай мына тақырыпты түсіну үшін қажет болады. Міне таңбалануын көріп отырсыздар. Позитрон бізде E+ деп белгілейді екен. Жақсы, кеттік. Енді радиоактивтілік тақырыбын онда бастайық бісміллә. Енді әрине біз теориялық базасын білуіміз қажет. Бірінші сәйкестендіру тапсырмасын орындап жіберейік. Енді бүгінгі біздің тақырып ол радиоактивтілік. Жалпы радиоактивтілік дегеніміз бізде тұрақсыз изотоптардың ядролық ыдырауы. Және осы ыдырау кезінде, тұрақсыз изотоптар ыдыраған кезде бізде 3 түрлі бөлшек бөлінеді. Ол бізде альфа, бета және гамма. Міне осындай 3 түрлі бөлшек бөледі екен. Қандай изотоптар десе, әрине тұрақсыз. Тұрақсыз изотоптар ғана бізде ыдырайды және тұрақтыға айналады. 3 түрлі сәуле бөлу арқылы. Бірінші сәулеміз бізде альфа бөлшек. Альфа бөлшек бізде 2 протоннан және 2 нейтроннан тұратын бөлшек екен. Кеттік жазып көрейік. 2 протон дедік. Протон заряды 1, массасы 1-ге тең, және 2 нейтрон. Яғни 2 нейтрон 0 де 1 деп жазатын едік. Яғни 2 протонның массасы жалпы 2-ге тең, 2 нейтронның массасы 2-ге тең. Яғни жалпы масса бізге 4-ге тең болады. Ал төмендегі заряд 2 протон болғандықтан бізде +2, ал нейтронда ешқандай заряд жоқ, яғни 0. Екеуін қосатын болсақ бізде 2-ге тең болады. Демек қараңыздар, бұл жақтағы біздің альфа бөлшегіміз басқаша айтқанда бізде гелий бөлшегіне тең. Яғни заряды 2-ге, ал массасы бізде 4-ге тең бөлшек. Бұл бізде альфа бөлшек деп аталады екен. Келесі, бета бөлшек ол бізде электрондар. Жылдам қозғалатын электрондар. Ал электрондардың символын сіздер білесіздер. Заряды -1, ал массасы 0-ге тең. Келесі, үшінші біздің бөлшегіміз ол гамма бөлшек. Гамма бөлшек, құрметті оқушылар, бізде ол электромагниттік сәулелену. Ол бізде міне үшінші сәуле түрі. Оның заряды да, массасы да 0-ге тең болады екен. Және радиоактивтілікті көбінесе мынау радиациямен шатастырады. Радиация, құрметті оқушылар, бізде кеңістікте энергияның таралуы. Бұл жақта міне маңызды мәліметтер және маңызды анықтамалар осы жерде тұр. Мұқият жазып алыңыздар. Келесі. Енді кестені толтырыңыз дейді. Жалпы біз жаңа айттық, радиоактивтілік дегеніміз тұрақсыз элементтердің немесе тұрақсыз изотоптардың ядролық ыдырауы дедік. Ең ауыр сәуле бізде альфа сәуле болып табылады. Айтқандағыдай, жаңағы заряды бізде 2-ге тең, яғни астындағы бізде 2 деген сан тұрады. Ал массасы бізде 4-ге тең. Радиациясы бұда, құрметті оқушылар, жоғары радиация, яғни өте қауіпті сәулелердің бірі, бірақ өту қабілеті бізде төмен. Неден өте алмайды десеңіздер, кәдімгі қағаз оны тоқтатып тастайды екен. Яғни бұл бізде қағаздың бетінен өтпейді. Келесі, бета және бета минус. Бұлардың айырмашылығы тек қана зарядтарында. Кәдімгі бета ол электрон, яғни заряды -1 болса, ал бета плюс ол бізде позитрон, яғни +1-ге тең. Екеуінің де массасы 0, екеуінің де радиациясы орташа, және өту қабілеті де бізде орташаға саналады.
Енді неден өте алмайды десеңіздер, қағаздан қалыңдау нәрсе болса болды. Мысалға шыны немесе мыс пластинкасы деген сияқты заттардан өте алмайды. Мына жақта зарядтарын жазып жүрейік. Мына плюс 1-ден 0 және бета минус 1-ден 0-ге тең. Және соңғысы гамма. Біз жаңа айтқан едік, бұл бізде электромагниттік сәулелену дедік. Оның заряды да массасы да 0-ге тең. Радиациясы бізде төмен радиация, бірақ өту қабілеті өте жоғары. Сондықтан бұны да бізде қауіпті деп санайды. Бұл неден өте алмайды десеңіздер, бұл қорғасының қабатынан өте алмайды. Немесе 2-3 метр бетон бізде қажет болады екен, оны тоқтату үшін. Міне жалпы осындай 3 түрлі сәуле болады екен. Енді реакциялар жазып көрейік. Уран 238 изотопы альфа ыдырау кезінде бөлінетін изотоп дейді. Жақсы, енді бұл жақта сөйлемді мұқият оқыңыздар. Міне бізде уранымыз тұр. Уран реттік нөмірі бізде 92, ал атомдық массасы 238. Енді келесі біз назар аударатын нәрсе, ол бізде ыдырау деп тұр, яғни альфа ыдырау. Демек бізде альфа бөлшек бөлінеді. Айтқандағыдай бізде заряды 2-ге, ал массасы 4-ке тең. Оны былай альфа деп жазсаңыздар болады, немесе гелий деп жазсаңыздар да болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Плюс, енді келесі бізде мына жақта бізде тағы да бір изотоп түзіледі, соны бізге анықтау керек. Енді ең маңызды нәрсе бұл жақта бізде 2 заң сақталады. Біріншісі ол заряд сақталу заңы, екіншісі ол бізде масса сақталу заңы. Енді реагенттер жаққа қараймыз, яғни сол жағымызға қараймыз. Бізде тек қана бір ғана заряд бар, ол 92. Демек, өніп жақтағы зарядтар да қосындысы бізде 92 болу керек. Енді сәйкесінше бізде альфаның заряды бізде 2, демек мына жақтағы біздің зарядымыз 90 болу керек. Келесі массаға қарайық, 238, мына жақта 4, демек 234 болу керек. Енді біз периодтық кестені ашайық. Міне бізде бастапқыда уран болды. Міне жаңағы слайдты естеріңізге қараңыздар. Яғни бізде реттік нөмір 90 болатын элемент түзіледі екен. Кеттік периодтық кестені ашып жіберейік. Бұл жақта міне реттік нөмір 90 болатын бізде торий дейтін элемент түзіледі екен. Кеттік онда жазып қояйық. Демек бұл біздің элементіміз торий деген сөз. Массасына назар аудармаңыздар. Бізде бұл жақта 234 болу керек. Жаңағы зат массасын сақталу заңы бойынша. Бірақ периодтық кестеде бізде 232 болып тұр. Ондай болады, құрметті оқушылар. Сіздің есебіңізде нақты заряд пен масса бойынша, жаңағы сақталу бойынша қандай изотоп түзілді, сол изотопты жазамыз. Яғни бұл жақта 234 болды, демек сол дұрыс. Мысалға сіздер бұл жақта торий 90-да 232 деп қойсаңыздар, бізде дұрыс емес болады. Себебі бізде ол кезде масса сақталу заңы орындалмайды. Келесі екінші. Торий 234 изотопының бета ыдырау кезінде бөлінеді. Ал кетті қарастырайық. Енді бізде керісінше торий дейтін элемент, жаңағы реттік нөмірі 90, массасы бізде 234-ке тең. Міне мына жақта бізде айтылып тұр. Енді келесі ары қарай оқиық, бета ыдырау дейді. Бета ыдырау десе, яғни бета ол бізде электронды еске түсіресіздер. Электрон заряды -1, ал массасы 0-ге тең. Ал кеттік. Демек, тағы да мына жақта бізде бір изотоп бөлінеді деген сөз. Енді реагент жаққа қарайық, бізде жалғыз ғана элемент, ол бізде торий ғана бар, заряд 90-ға тең. Демек, мына жақтағы зарядтардың қосындысы да бізде 90-ға тең болу керек. Онда әрине бұл бізде 91 болады. 91-ші элемент. Себебі 91-ге біз -1-ді қоссақ, 90 шығады. Жаңағы торийдің изотопы шығады екен. Енді қарасырайық, 91-ші элемент бізде протактиний. Кеттік, демек жазып қоямыз, бұл бізде протактиний. Енді массасын анықтайық бұның. Реагент жақта жалпы масса 234, демек мына жақта да бізде 234 болу керек. Енді 0 болғандықтан сол массаның өзі бізде қалып қояды екен. Қайталап айтам. Периодтық кестеде масса әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға протактиний периодтық кестеде сіздерде 231 деп тұр. Бірақ дәл қазір оның 234 дейтін изотопы түзіледі екен. Яғни осы вариант бізде дұрыс болады. Келесі енді үшінші, көміртек 11 изотопының позитрон бөле ыдырау теңдеуі дейді. Көміртек бізде реттік нөмірі 6, бірақ массасы 11-ге тең, Міне, есепте ол айтылған. Позитрон бөле ыдырауы дейді. Демек, бұл бета минус дейтін бөлшек, керісінше заряды +1, ал массасы 0-ге тең. Яғни электронның оң зарядталған түрі. Плюс қасында бізде тағы да бір бөлшек пайда болады. Кеттік қарастырайық. Бұл бізде 5-ші элемент және массасы бізде 11-ге тең. Яғни бұл бізде бор элементі түзіледі екен. Кеттік ары қарай.
калий 40 изотопының электрон тартып алу реакциясын жазыңыздар дейді. Калий 40, калий бізде 19-да 40. Енді бұл жақта қарасаңыздар, электрон тартып алу дейді. Яғни ешқандай ыдырау емес. Керісінше тартып алу. Нені? Электронды. Демек электрон жазып тартып алу десе, біз әрине оған қосамыз электронды. Заряды -1, ал массасы бізде 0-ге тең. Және одан кейін бізде бір изотоп түзілу керек. Екі заңды қолға аламыз. Ол заряд сақталу заңы. Мына жақта жалпы заряд бізде 18. Демек 18-ші элемент түзіледі. 40-қа 0-ді қоссақ бізде 40. Демек масса тура солай 40 болып қалады екен. Яғни бізде, құрметті оқушылар, бұл жақта аргон түзіледі екен. Келесі енді 5-ші есебіміз. Бұл жақта бізде тағы да кейбір реакциялар берілген, соларды аяқтайық. Жаңағы екі заңды қолданамыз. Мына жақта бізде жалпы қосындысы 10. Демек мына жақта да бізде 10 болу үшін, мына жақта бізде реттік нөмір, яғни зарядымыз 2-ге тең болу керек екен. Жоғарыдағы массаларын қосайық, 19-ға 1-ді қоссаңыздар, сізде 20 шығады. Демек мына жақта да ол 20 болу керек. Демек 16-ға біз 4-ті қосамыз. Яғни бұл бізде гелий немесе былайша айтқанда альфа бөлшек. Оң жағымыздағы реакцияны қарастырайық. Өнім жақ бізде толып тұр, сондықтан өнім жақта жалпы заряд 13-ке тең. Демек бұл бізде 12-ші элемент. Себебі 12-ге 1-ді қоссақ, бізде 13 шығады. Ары қарай жоғарғы жағында бізде массамыз 26-ға тең. Демек бұл жақта 1-ге біз 25-ті қосуымыз керек. Бұл қандай элемент десеңіздер, бұл бізде магнийдің 25 дейтін изотопы. Ал енді қара фонда бір есеп шығарып жіберейік. Уран 238 альфа ыдырау, X заты түзіледі, бета ыдырау, Y заты, одан кейін мына жақта бізде тағы да мынандай бір реакциялар бар екен. Ал кеттік қарастырайық. Біріншісі бізде уран 92-де 238 альфа ыдырау дейді. Ыдырау десе білесіздер, альфа бөлшегін шығарамыз, 2-де 4, плюс бізде қасында бір элемент. Енді торий түзіледі, 90-да 234. Бұл реакцияны біз жазғанбыз. Демек, бұл бізде, құрметті оқушылар, X заты. Міне, X затын біз анықтадық. Оны белгілеу жүрейік. Мына жақта мұқият болыңыздар. Аш жауабы дұрыс. Енді келесі. Торийіміз бар бізде. Торий 90-да 234. Енді бұған бізде не істеген? Бета ыдырау. Бета ыдырау. Яғни бізде электрон бөлінеді деген сөз. -1-де 0. Плюс қасындағы элемент бізде реттік нөмір 91 болады, ал массасы 234 дейтін протактиний элементі түзіледі. Қайталап айтам, заряд және масса сақталу керек. Зарядтарын қоссақ бізде 90 шығады, массаларын қоссақ 234. Демек бәрі дұрыс, ал бұл біздің Y затымыз болады екен. Протактиний 91-де 234. Қайталап айтам, периодтық кестеде басқаша болуы мүмкін массасы. Мысалы, периодтық кестеде мынау тұр. Бірақ дәл біз шығарсақ мынау шыққан жоқ, сондықтан А вариантын біз белгілемейміз. Енді келесі Y затын таптық. Енді Y затын бізде мында қою керек, Ал кеттік қойық. Y дегеніміз бізде протактиний. Y протактиний 91-де 234. Оған бізде протон қосқан. Протон, білесіздер, 1-де 1. Келесі Z дейтін бізде белгісіз бір элемент түзіледі, және нейтрон. Енді нейтронды білесіздер, оның ешқандай заряды жоқ, бірақ массасы 1-ге тең. Ал кеттік онда анықтайық. Массаларын қосайық, кешірім өтінемін, зарядтарын. 91-ге 1-ді қоссаңдар, сендерде 92 шығады. Енді нейтрон заряд 0 болғандықтан 92-ге 0-ді қосамыз, 92-нің өзі. Енді массаларын қосайық. 234-ге 1-ді қосамыз. Жалпы масса 235. Демек, мына жақта да бізде жалпы масса 235-ке тең болу керек. Онда бұның да массасы бізде 234 болады екен. Демек, бізде не түзілді? Бізде уран түзілді. Бірақ 92-де 234 деген изотопы. Кеттік оны белгілейік. Ол вариант бізде қай жақта тұр? Так, уран 92, 234. Кәне көрмей тұрмын. Ондай вариант жоқ екен, байқасаңыздар. Демек, біз өзіміз белгілейміз бұл жақта уран 92-де 234 деген жауапта. Болмаса да, яғни D мен аштығына белгілеймейміз. Демек, D мен аштығына белгілейміз, ал мына вариант бізде өкінішке орай болмай тұр. Келесі бізде маңызды нәрселердің бірі, ол бізде әрине жартылай ыдырау периоды. Жартылай ыдырау периоды келесі формуламен анықталады. Және бұл жақтағы біздің формулалар
үлкен n ол бізде ыдырамай қалған ядролардың саны, n0 алғашқы ядролардың саны, кішкентай т бізде ыдырау уақыты, ал үлкен т жартылай ыдырау периоды. Ал кеттік енді есеп шығарып көрейік. Жалпы міне мынау заңның тұжырымдамасы жазылған, және жаңағы біздің айтқан дүниелеріміз. Кеттік ал шығарып көрейік. Енді 800 грамм радиоактивті цезий изотопының жартылай ыдырау периоды 27 жыл дейді. 108 жыл уақыттан кейін ыдырамай қалған цезийдің массасын есептеңіз дейді. Жалпы жартылай ыдырау периодынан ешқандай қорғаудың қажеті жоқ. Мынау бізде 800 грамм радиоактивті цезий изотопы. Және бұның жартылай ыдырау периоды 27 жыл дейді. Енді бұл не деген сөз? Міне 27 жыл уақыт өткеннен кейін бұның тең жартысы ыдырап кетеді деген сөз. Тең жартысы. Себебі жартылай ыдырау период деп тұр, иә? Тең жартысы десе бізде 400 граммы ыдырайды. Я мына жақта 400 граммы бізде ыдырайды, бұл жоқ болып кетеді. Ал 400 граммы бізде қалады. Тағы да 27 жыл өткеннен кейін, иә? Тура солай, құрметті оқушылар. Тең жартысы ыдырайды, жартысы қалады. Яғни 400 грамм жартысы ол 200, 200 граммы ыдырап кетеді, 200 граммы қалып қояды. Тағы 27 жыл өтеді арада. Тура солай бізде жартысы ыдырайды, және жартысы қалып қояды. 100 граммы қалады. Және соңғы мына жақта тағы да бір 27 жыл өтеді. Сол кезде сіздерде бұл жақта жалпы тек қана 50 грамм ғана қалады деген сөз. Яғни 108 жыл уақыт өтті, байқасаңыздар. 27, 27, 27, 27. Яғни 27-ні төртке бөлсек бізде 108 жыл уақыт өтті. Ал ыдырамай қалған цезийдің массасы десе, яғни ол қалдығы деген сөз 50 грамм ғана қалды. 50 грамм бізде қалды. Ал ыдыраған цезийдің массасын сұраса, ол әрине бізде неше болады? 750 грамм болады. 800-дің 50-і ғана қалды. Демек 750-і осы 108 жыл уақытта ыдырап кетті деген сөз. Құрметті оқушылар, егер видео сіздерге пайдалы әрі түсінікті болса, онда комментарий жазып кетсеңіздер. Бұл бізде тек қана былай айтқанда демо версия деп айтуға болады. Себебі біз әлі көптеген әлі есептерді қарастырмадық. Бірақ егер формат ұнаса, міндетті түрде кері байланыс берсеңіздер. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.